Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сүзбеден тәтті дайындайтын боламыз. Пісіруді қажет етпейтін өте дәмді десерт. Сіздерге ұнайтындығына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті заттар тізімін граммдармен описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен 30 грамм желатинді 150 грамм сүтпен араластырып қоямыз. 15-20 минутқа сол уақытта желатин өзінің бойына сүтті сіңіріп, ісінетін болады. Желатиніміз сүттің барлығын өзінің бойына сіңіріп дайын болғаннан соң, оны водяной баняда ерітіп алатын боламыз. 800 грамм сүзбенің үстіне 200 грамм қаймақ, 150 грамм қант және де дайын болған ерітілген желатинімізді салып, бір текті масса болғанша блендермен жақсылап езіп алатын боламыз. Біздің сүзбелі массамыз дайын. Келесі кезекте фрукты турайтын боламыз. Сіз өзіңіз қалаған фруктыңызды қолдансаңыз болады. Фруктыларымызды турап дайындап алғаннан соң, сүзбеміздің жарты бөлігін формамызға құямыз. Формаға ештеңе жағып қажет емес. Құйып алғаннан соң, кішкене реттеп, фруктыларымыздың барлығын салатын боламыз. Фруктыларымызды салғаннан соң, сүзбеміздің қалған бөлігінің барлығын үстіне құйып шығып, тегістейтін боламыз. Тегістеп барлығын жасап алғаннан соң, холодильникке кемінде 2-3 сағатқа салып қоямыз. Тәттіміз 3 сағаттай холодильникте тұрды. Келесі кезекте формадан босатып аламыз. Тәттімізді ыдысқа әдемелеп орналастырып алдық. Келесі кезекте бетіне шоколад жағатын боламыз. 70 грамм шоколадты ерітіп аламыз. Кондитерский мешокқа салып, кішкене ғана кесіп осылай әсемдеп шығамыз. Біздің тәттіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.